Жалпы температураны өлшеген кезде ең көп қолданылатын 3 шкала түрі бар. Ең біріншісі Цельсий, бәрімізге белгілі. Екінші Кельвин, үшіншісі Фаренгейт. Жалпы Цельсий шкаласы Цельсий кәдімгі. Күнделікті өмірде қолданылатын ше. Бұл ең көп қолданылатын шкаланың түрі. Бұл енді су негізінен анықталған, яғни 0 Цельсий градус кезінде қазір көрсетемін. Мінекей 0 Цельсий градус кезінде судың қату температурасы. 0 Цельсий градус кезде су қатады жалпы. Физика білетін болсаңыздар. Одан кейін 100 Цельсий градус кезінде керісінше енді жоғарылатайық. 100 Цельсий градус кезінде не жылжымай жатыр. Міне. Жалпы 100 Цельсий градус кезінде судың қайну температурасы болады. Максималда. Өйткені 100 Цельсий градусқа жеткен кезде су қайнайды болды. Енді бұл Цельсий шкаласы күнделікті қолданыста өмірде қолданылады. Екінші бізде Кельвин шкаласы міне. Көрсетіліп тұр Кельвин шкаласы. Так. Кельвин шкаласы бұл негізінде ғылымда қолданылады. Ғылыми физика шамасында Кельвин қолданылады. Бұл енді абсолют нөлден басталады ғой, Кельвин. Мінеке, абсолют нөлден басталады. Так, жалпы 0 Кельвин бұл абсолют 0 деген сөз. Яғни бұл 0 Кельвин кезінде молекулалар қозғалысы тоқтайды жалпы. Яғни 0 Кельвин мен біздегі Цельсийдағы минус 273-те 15 Цельсий градусымыз тең болады. Екеусі. Жалпы бұны қалай анықтайды десек, мысалы Цельсиймен жүрген адам қалай Кельвиндегі температураны біледі дейтін болсақ, оның формуласы оңай жалпы. Ол үшін ең біріншіден, мысалы Цельсийдан Кельвинге айналатын болсаңыздар, 273 қосасыздар. Сол кезде біз Кельвинге айналатын болады. Ал Кельвиннен Цельсийге айналдыратын болсаңыздар, керісінше азайтасыздар. Оп-оңай негізінде. Жалпы осылай 0 Кельвин кезінде минус 273 Цельсий градусты береді. Бұл біздегі ең төменгі температура адамның қол жеткен. Бұл жерде жалпы бүкіл молекулалар тоқтайды деп есептелінеді. Так, бұл енді Уильям Томпсонның атымен аталған бұл шкала. Осы Кельвин. Так, одан кейінгі бізде үшінші Фаренгейт шкаласы. Енді Фаренгейт шкаласына қазір тоқталатын боламыз. Айтып өтемін мен сіздерге. Міне. Негізінен бұл Фаренгейт шкаласы ақш-та қолданылады. Бірінен ақш-та қолданылады. Айттым ғой жаңа 0 Цельсий градуста жалпы су қатады дедім. Яғни ол 32 Фаренгейтті көрсетіп тұр. Осы кезде су қатады. Егер ақшта тұратын азаматтар болса біледі, тұрып келген 32 Фаренгейт кезде бұл біздегі 0 Цельсий градуспен тең болады. Ал судың қайнау температурасы міне айттым сіздерге. 100 Цельсий градуста қайнады деп айттым ғой. Ал ол бізде қазір міне. Ол бізде 212 Фаренгейтте судың қайнау температурасы көрсетіледі. Судың қайнауы. Ал ол бізде 100 Цельсий градусты береді. Яғни міне осылай анықтайтын боламыз. Жалпы барлығы оңай бұл жерде. Қорытындылай келетін болсақ, Цельсий ол бізде күнделікті тұрмыста қолданылады. Ең көп қолданылатын шкалалардың бірі. Ал Кельвин бізде ғылыми бағытта қолданылады. Кельвин кітаптарда, ғылымда көбінесе осы Кельвин қолданылады. Ал үшінші бізде Фаренгейт бұл тек ақш аймақтарында ғана қолданылады.